мен Ая. Әлижанбысың? Я, ата, мен ғой. Ата, мынау не? Ішінде не бар? Не қарап отырсыз? Мен де көрейінші, ата. Не қарап отырмын? Бұл музыкалық аспап қой. Музыкалық аспап? Иә. Ата, қалжыңдайсыз ғой деймін. Неге? Мынау кәдімгі жұмыртқа ғой. Тек үлкендеу екен. Дұрыс айтасың, балам. Бұл жұмыртқаға ұқсайды. Қаздың жұмыртқасына ұқсайды дерем. Өйткені қаздың жұмыртқасы осындай үлкен болады. Солай ма? Ата, мынау не? Ая, бұл музыкалық аспап. Көрдің бе? Қаздың жұмыртқасы сияқты үлкен. Аспап? Қаздың жұмыртқасын сен көріп пе едің, Әли? Енді үлкен ғой. Ата, солай ғой. Тұршы. Балапандарым-ау, солай. Бұл саз-сырнай деген аспап. Саз-сырнай? Иә. Саз-сырнай өз аты айтып тұрғандай саздан жасалады. Пішіні неге ұқсайды? Жұмыртқаға. Иә. Саусақтармен басып ойнау үшін мынадай тесіктер жасалады. Ал мына жерден үрлеп, былай ойнауға болады. Керемет. Ненің даусына ұқсайды? Мен осындай дыбыстарды естігем. Ненің даусы, Әли? Құстардың даусына ұқсайтын сияқты. Дұрыс айтасың, Әлижан. Аққу қаздың даусы. Я, естігем. Құстардың даусы. Ата, тағы да ойнап беріңізші. Қандай керемет. Я, ата, енді көжектің даусын салыңызшы. Көжектің құлыным-ау. Көжегіңнің даусы қандай болушы еді өзі? Айта қойшы. Кәдімгі көшегімнің даусы ғой. Ата, мен салып көрейінші. Жарайды. Міне, ала ғой. Қалай ойнайтынын көрдің ғой. Әрине, ата. Әли, ұқсата алмадың. Көжектің даусы ондай емес. Ата, қалай жасадыңыз? Көрсетіңізші. Міне, былай. Тамаша. Түсіндім, ата, беріңізші. Ала ғой. Әли, қатты үрлеме. Жайырақ үрлеші. Жарайсың, аға. Мен жасадым ба? Құстың даусына ұқсады ма? Желдің даусы сияқты болды, ята? Иә. Өлдей соққан желге ұқсады. Дұрыс айтасың. Мынау керемет қой. Әли, енді мен жасайыншы. Жоқ, Ая, сен әлі кішкентайсың. Берші деймін. Қойшы, Ая. Бере ғой енді. Ая, Берші. қойшы деймін. Саған сосын кейін үйретем. Берші деймін, бер. Бермейм дедім, Ая. Бер дедім, қане маған, бер Мынада дедім, қайтеді. мен ойнағым Әли, келеді. Ая. Сосын дедім ғой, Ая. Жоқ, қасыр. Жыламашы. Сені мен ойнамайым, Әли. Сосын берем дедім ғой. Қойыңдар. Таласпаңдар. Бермеймін, Әли, Ая. Таласпаңдар енді. Бермеймін. Ата, Ата, мен емес, Ая ғой. өзі бірінші бастаған, ата. Жылама балапаным. Мен де Екеуіңе ойнағым де өзім келеді. үйретем сосын. Әли, саз-сырнайды маған берші. Бер. Мен сендерге әдемі бір әуен орындап берейін. Қане, тыңдай қойыңдар. Ата, сондай әдемі.
Сәлем, достар. Сәлем, Бота. Сәлем, Ботақан, қайдан келесің? Қырдан келемін. Қырдан дейсің бе? Ол қай жақта? Ол ана жақта. Ана жақта? Ая, есіңде ме? Біз атам мен әжем еріп, бүлдірген теруге барып едік қой. Бүлдірген? Түсіндім, я. Біз қырдан бүлдірген тергенбіз. Бүлдірген сондай тәтті. Бүлдірген жеп келесің бе? Жоқ, мен бүлдірген жеген жоқпын. Ол жақтың шөбі шүйгін. Шөбі? Ботақан? Қалай сонда? Сен шөп жейсің бе? Я, мен шөп жеймін. Шөпті қалай жейсің? Ол дәмсіз ғой. Я, дәмсіз? Жоқ, мен дәмді шөп жеймін. Шөп дәмді. Сендер не жейсіңдер сонда? Шөп жемейсіңдер ме? Жоқ, біз тамақ жейміз. Бүлдірген жейміз. Я, Сәлем, достар. сәлем, Бибі. Сәлем, Бибі. Сәлем. Бибі, Бота шөп жейді екен. Қызық. Балалар, естеріңде болсын. Түйе, жылқы, қой, сиыр және тағы басқа жануарлар шөппен қоректенеді. Яғни шөп жейді. Олардың тамағы сол. Бота да шөп жейді. Қызық екен. Бота, ал сен әжемнің жасаған құртын жеп көрдің бе? Жоқ, құрт тәтті ме? Әрине, әжемнің жасаған құрттары сондай дәмді. Я, әжемнің құрты бәріне ұнайды. Әли, менің құрт жегім келіп кетті. Құрт жейікші, Ботаға да берейік, я? Кеше әжем өреге құрт жайып жатқан. Солай ма? Я, Әжем ұрыспас па екен? Құрт жегілерің келсе сұраңдар. Өзім берем деп еді ғой. өреген алып жеген тәтті болады ғой. Біз көрсетпей білдірмей аламыз. Ендеше тез барайықшы. Кеттік. Кеттік. Әжем естіп қоймасын. Дыбыс шығармаңдар. Өре биік қой, бойымыз жетпейді. Бота, көмектесесің бе? Көмектесейін. Міне, Ая, ала бер. Әкел. Әкел. Құрт тәтті ме? Қандай дәмді. Шіркін, әжемнің жасаған құртына не жетсін? Яли, дұрыс айтасың. Бота, міне құрт жей ғой. Көрейін. Бұл құрт сен айтқандай дәмді емес қой. Тәтті ғой, Бота. Тәп-тәтті. Я? Жоқ, достар, мен құрт жемеймін. Қырға кеттім. Сау болыңдар. Ойын ойнауға келемін. Жарайды, Бота, тезірек кел. Сау болыңдар, достар. Мен шөп жеймін.